Ассалаумағалейкум, армысыздар арнамыздың құрметті көрермендері. Бүгінгі Дулат баба кесенесі жайлы жаңа бейне блогымызда осы кесененің құрылу тарихы мен Дулат тайпасының шығу тарихы жайлы жаңа деректерді баяндайтын боламыз. Осы сапарымызды Дулат баба кесенесіне арнайы барып алдымен баба рухына арнап Құран бағыштаудан бастадық. Дулат руы жайлы деректер ең алғаш Ғұн империясының құрылғанынан бастау алады. Қытай тарихшыларының деректерінде Дұғлы Дулат тайпасы осы Ғұн мемлекетінің белді бір тайпасы болғаны және атақты Европаны жаулап алушы Аттила бастаған Ғұн әскерінің белді бөлігінің бірі осы Дулат тайпасының әскері болған. Кейінгі венгр ғалымдарының жүргізген зерттеулер бойынша қазіргі венгр халқы мен қазақ халқының гендерінің ұқсастығы анықталған. Жалпы Венгрия сөзін біз орыс тілінен алғанымызбен, оның жалпы латын тіліндегі атауы Хунгария, яғни Ғұн сөзінен алынғанын біле жүргендеріңіз абзал. Міне бүгін біз жолда кетіп бара жатып, жолай Дулат баба кесенесіне соғып, бабамыздың рухына бағыштап, Құран бағыштап шықтық. Дулат тайпасы Ғұн империясынан кейінгі қазіргі Қазақстан жеріндегі өмір сүрген мемлекеттердің атап айтар болсақ, түрік қағанаты, Шыңғысхан империясы, Алтын Орда мен Ақ Орда, Моғолстан мемлекеттерінің кезінде де мемлекет басқару және әскербасылық істерінде белгілі белді тайпалардың бірі болды. Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазған деректерінде Дулаттар Шағатай ұлысының жерінде болған. Шағатай Дулат тайпасына Маңдай сүбе деген аймақты берген. Бұл жер қазіргі Ташкент қаласы мен Ыстықкөлдің арасы болған. Тарихи деректерде бұл жерді басқарушы Байдаған, яғни Бәйтбек деп аталған екен. Ол кезде де басқарушылық әкеден балаға мирас болып қалған. Махмұд Қашқаридің деректерінде көрсетілгендей, басқарушының бірінің аты Жарықшук, яғни қазіргі тілмен айтсақ, Жарықшақ, Дулат бабамыздың әкесі болған. Дулат руынан шыққан ұлыс бегілерге қазіргі Ташкент, Сайрам қалалары және Жетісу облысына қараған аумақтағы жерлер түгелмен бағынышты болған. Дулат тайпасы сонымен қатар Қазақ хандығының іргесін қалаған белді тайпалардың бірі болды. Соңғы деректер бойынша Қазақ хандығының жоңғарларға қарсы, кейінгі Қоқан хандығына қарсы жүргізілген азаттық соғыстарына қатысқан Дулат руынан шыққан 130-дан астам батырларды білеміз. Бұл дегеніміз Дулат руынан шыққан батыр бабаларымыздың ел басына күн туғанда атқа қонып, 5 қаруын сайлап, азаттық үшін күреске түсуде аянып қалмағандығын көрсетеді. 20 ғасырдың басында Макшеев пен Гродиковтың мәліметтері бойынша Дулаттар негізінен Сырдария уәлиятының Шымкент, Әулиеата уездерінде және Жетісуда көптеп қоныстанған екен. Және олар 40 мың шаңыраққа жеткені айтылады.
Мұхамеджан Тынышпаевтың келтірген деректерінде осы 4 уезде, Шымкент уезінде 140 мың, Әулиеата уезінде 140 мың, Жетісуда 100 мың және Пішпек уезінде 80 мың, барлығы 460 мың дулат болғаны көрсетілген. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дулат баба ұрпақтары бабамызға арнап қазіргі Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында кесене салып арнайы ас берді. Осымен біздің бүгінгі дулат баба кесенесі жайлы шағын бейне блогымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, арнамызға жазылып, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.